Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде қазақ әдебиеті пәні. Тақырып: Лера эпостық жырлар, қыз жібек жыры, 7-ші сынып. Оқу мақсаты: көркем шығарманың мазмұны мен пішіні, әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау, шығарма үзінділерімен жұмыс, көркем шығармадағы кейіпкерлер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту. Тақырыпқа шолу. Лера эпостық жырлар дегеніміз не? Қыз жібек жыры туралы не білеміз? Лера эпостық жырлар немесе ғашықтық жырлар оқиға желісі бірін-бірі құлай сүйген екі жас арасындағы махаббатқа құрылған лирикалық әрі эпикалық шығарма. Көпшілігінің оқиғасы сүйгеніне қосылуды аңсаған жастарға ескі салт-сана қарсы тұрып мерт қылумен аяқталады. Лера эпостық жырларда халықтың тұрмыс салты, әдет-ғұрпы, наным-сенімі, көңіл күйі көбірек суреттеледі. Оларда реалистік және романтикалық көріністер сабақтаса келіп, реалистік әдіс басым жатады. Лера эпостық жырларда кейіпкерлер батырлар емес, қарапайым адамдар. Екі жастың бір-біріне деген сүйіспеншілігін жырлайтын эпостарда негізінен махаббат отына жанған қыз бен жігіттің қосыла алмай трагедияға ұшыраған тағдыры баяндалады. Әдетте олардың бағытына кедергі болатын нәрсе ата-аналардың қарсылығы немесе қызға ғашық жігіттің басқа жігіттің жауыздығы, я болмаса екі рудың араздығы болып көрсетіледі. Қыз жібек жыры. Қыз жібек қазақтың ең көне мұраларының бірі Лера эпостық дастан. Қыз жібек жыры аңыз емес, тарихи оқиға. Кейіпкерлері өмірде болған адамдар. Жырдың негізгі кейіпкерлері Төлеген мен Жібек бірін-бірі шын сүйген ғашықтар. Бірақ әке батасынан аттап кеткен Төлегеннің өлімі мен Жібектің қайғылы тағдыры талай жанарларға жас үйірілтпей қоймайды. Жібек бейнесі сұлулық пен әсемдіктің нышаны, қазақ халқының мақтанышы, рухани ескерткіш. Қыз жібек Лера эпостық жыр шамамен 17 ғасырда жазылған. Жыр нұсқалары арасында айырмашылық аз. Тұңғыш рет Александр Мұсабай ақыннан жазып алып, мазмұнын орысшаға қара сөзбен аударған. Бірінші тапсырма. Сұрақтарға жазбаша жауап беріңіз. Қазақ халқының тарихында мәңгі сақталған қандай ару қыздар бар? Жырда қыз жібектің бейнесі қалай суреттелген? Мысал келтіріңіз. Дескриптор: ұқсас тақырыптарға сыни шолу жасайды, өз ойын білдіреді, қыз жібектің бейнесіне сипаттама береді. Екінші тапсырма. Тапсырманы орындаңыз. Сөздер мағынасы: лебіз, мекерлік, қоғалы, әлхисса. Дескриптор: сөздерді жырдан тауып, мағынасын анықтайды. Рефлексия: қызыл түс. Мен тақырыпты толық түсіне алмадым, әлі де оқуым қажет. Сары түс. Мен тақырыпты түсінемін, бірақ барлығын емес, үйренерім әлі көп. Жасыл түс. Мен өте жақсы түсіндім және басқаға да түсіндіре аламын.